28-ші сұрақ. Моторлы қайық ағысы жоқ суда 5 сағатта белгілі бір қашықтықты жүзіп өтеді. Ал сал тура осы қашықтық үшін өзенде 20 сағат жұмсайды. Моторлы қайық осы қашықтықты өзен ағысымен жүзіп өту үшін неше сағат жұмсайды? Қараңыз, мына жақта бізге айтылып жатыр, моторлы қайық ағысы жоқ суда. Ағысы жоқ су дегеніміз ол мысалы көл, көлде бізде ешқандай ағыс жоқ. Сол көлдегі бір ара қашықтықты ол 5 сағатта жүріп өтеді. Сонда ағыссыз ол моторлы қайықтың уақыты, моторлы қайықтың уақыты ағыссыз суда 5 сағат. Сонда 5 сағатта бір белгілі ара қашықтықты жүріп өтеді. Енді дәл сондай ара қашықтықты, бірақ сал ол бізде ағаш, ағаштың өз жылдамдығы жоқ, сол үшін ағаш бізде өзеннің жылдамдығымен жүреді. Сонда ағыспен мына жерде сал деп жазамын. Ол дәл сондай ара қашықтықты 20 сағатта жүріп өтеді. Сұрақ: моторлы қайық осы қашықтықты өзен ағысымен бірге неше сағатта жүзіп өтетінін сұрап отыр бізден. Сонда мына жерде ағыспен жылдамдығын бізден сұрап отыр, бірақ енді моторлы қайықтың ол неше сағат? Қараңыз, ағыссыз мына жердегі моторлы қайықтың уақыты берілгенде 5 сағат. Және мына жерде уақыттан басқа ештеңе жоқ болса, осы уақытты біз жылдамдықты табу үшін қолданамыз. Қараңыз қалай. Егер мысалы бір ара қашықтық болса, қараңыз, мына жерде бірінші нүктесі, мына жерде соңғы нүктесі, мынау А нүктесі дейді, мынау Б нүктесі. Егер моторлы қайық ағыссыз осы ара қашықтықты 5 сағатта жүріп өтсе, ол дегеніміз осы мысалы ара қашықтықты 5-ке біз бөлеміз де былай. Қараңыз. Мына жерде әр бөлігі ол 5-тен 1 бөлігі болады. Өйткені барлығы бірге мынау, ол бір бүтін жол. Сонда әр біреуі 5-тен 1 бөлігі. Қараңыз. Ол дегеніміз, мына жерде моторлы қайық 1 сағатта барлық жолдың 5-тен 1 бөлігін өтеді. Өйткені 5 сағатта барлығын жүріп өтеді. Ол дегеніміз дағы мына жерде меншікті жылдамдығы, мотордың меншікті жылдамдығы тең 5-тен 1 бөлігіне, жолдың 5-тен 1 бөлігіне 1 сағатына. Жолдың 5-тен 1 бөлігі сағатына. Енді қараңыз, меншікті жылдамдықты біз білеміз. Ағыспен салдың жылдамдығы 20 сағат. Біз айттық, салдың өз жылдамдығы жоқ. Сол үшін сал ағыстың жылдамдығымен жүреді. Ол дегеніміз, ағыс осы ара қашықтықты 20 сағатта жүріп өтеді, немесе басқаша айтқанда ағыстың жылдамдығы тең сонда бізде 20-дан 1 бөлігіне сағатына. Сонда қараңыз, егер 20 сағатта барлық жол жүріп өтсе, әр сағатта 20-дан 1 бөлігі өтіледі. Ол дегеніміз жылдамдығы ағыстың 20-дан 1 бөлігі сағатына. Енді моторлы қайық ағыспен бірге жүргенде біз меншікті және ағыс жылдамдықтарын бір-біріне қосу керекпіз. Ағыспен бірге жылдамдығын табу үшін. Сонда қараңыз. Ағыспен бірге жылдамдығы мына жерде моторлы қайықтың тең болады. 5-тен 1 ол оның меншікті жылдамдығы қосылған, 20-дан 1 ол ағыстың жылдамдығы. Ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жерге 4 берем. Сонда жауабы шығады 20-дан 5 немесе 4-тен 1. 4-тен 1 бөлігі сағатына ол бізде осы ағыспен бірге моторлы қайықтың жылдамдығы. Сонда барлық ара қашықтықтың 4-тен 1 бөлігін ол 1 сағатта жүріп өтсе, бізде сұрап отыр, моторлы қайық осы қашықтықты өзен ағысымен бірге жүзіп өту үшін неше сағат жұмсайды? Қараңыз, сағатына бір белгілі ара қашықтықтың 4-тен 1 бөлігін өтсе,
Мысалы, міне ара қашықтығымыз, міне А нүктесі дәл солай, мынау Б нүктесі. Осы ара қашықтықты ол 4 сағатта жүріп өтсе, ол дегеніміз әр сағатта 4-тен 1 бөлігін өтеді. Е? Осылай. Жоқ, 4-тен 1 бөлігін сағатында өтсе, ол дегеніміз барлық 1 бүтін жолды. Ол бізде 4 сағатта жүріп өтеді. Оны табу үшін толық жолды мына жерде 1-ді бөлу керекпіз 4-тен 1-ге. Сонда қараңыз. Т ағыспен 1-ге тең 1 бүтін. Ол барлық жол бөлінген жылдамдығы 4-тен 1. Шығады 4 сағат. 4 сағатта бізде моторлы қайық ағыспен 1-ге осы ара қашықты жүріп өтеді. Жауаптардың ішінен 4 сағатты іздеу керекпіз. Сонда есептің ішінде, жауаптар ішінде мына жақта А жауабы 4 сағат дұрыс.